Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Туристер жағалаудан бөгде планеталық адамға ұқсас балықты көріп таң қалды. Сирек кездесетін балық Австралиядағы өзен жағасынан табылды. Оны байқап қалған туристер алдымен бөгде планеталық адамға тап болдық деп ойлаған. Тим Ротман және оның досы дүйсенбі күні 27 шілдеде Виктория штаты Кеннет өзенінің жағасында үлкен балықтың мәйітін тапты. Біз жағалауды аралап жүріп, құмдағы түсініксіз кезіктерді байқадық. Мен бұған ұқсас нәрсені ешқашан көрген емеспін. Ол алыстан бөгде планеталық адам секілді көрінді, деді Ротман. Жақын жерде Кэт Рэмптон мен оның күйеуі Том есімді ерлі-зайыпты кездесе кетеді. Екеуі де мал дәрігерлер екен. Тіршілік иесінің денесін өлшеді. Ұзындығы мен ені бойынша 2,5 метрге жетті. Оның балықтың салмағы бірнеше центнерді құрады. Австралиялықтар бұл күн балық деген тұжырымға келді. Оны қарапайым ай немесе бас балық деп те атайды. Бұл қазіргі заманға сүйікті балықтардың ең ауыры. Кейбірінің салмағы 2 тоннадан асады. Күнбағыс балығының өлшемі ұзындығы мен енінен 3-4 метрге дейін болуы мүмкін. Осал балық деп саналады. Оңтүстік Австралия мұражайының өкілі Ральф Фостер балықты жағаға қалай түсуі мүмкін екенін түсіндірді. Ол үлкен қайыққа қағылып қалған болуы мүмкін, немесе медуза екен деп пакетті жеп өлген деп болжайды. Ал осымен бұл қысқа видеомызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.